болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы деп Ғапу Қайырбеков ағамыз жырлағандай, армысыздар батыр жүректі, ақын сезімді, алтын мінезді әріптестерім. Мен Павлодар ауданы Кеңес негізгі жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бауыржан Нұрзат. Өмірлік педагогикалық ұстанымым: маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Басты мақсатым тіл мәртебесін көтеру, білімді ұрпақ тәрбиелеу, ел болашағына өз үлесімді қосу. Өмірлік ұстанымым: сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре теді ішіңнен құлақ сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін екі жақтап. Абай Құнанбаев. Менің мамандығым ол менің өмірімнің мәні мен мазмұны. Қазіргі таңда 21 ғасырдағы жаңа инновациялық технологияларды меңгерген, жаңашылдықты жатсынбайтын, болашақ ұрпақ алдында жауапкершілікті сезінетін, білім мен тәрбие беруде жаңашыл әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалана алатын мұғалім ғана жетістікке жете алады. Менің жетістіктерім бұл менің қызмет атқаратын мекемемнің мәртебесі деп білемін. Сондықтан оқушыларға білім беруде аянбай еңбек етуге тырысамын. Осы тұрғыда әр сабағымды шығармашылықпен жоспарлап, оқушыға дайын білімді бермей, бағыт-бағдар бере отырып, қиындықты жеңуге, ізденіс дағдыларын қалыптастыруға байланысты тапсырмалар әзірлеймін. Әрбір сабақтың қызықты, тартымды өтуі әрбір оқушы сыныптан шыға бере өзінің бүгінгі нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан ететіндей сезіне білуі қажет. Жаңылмайтын жақ жоқ демекші, қателесе отырып мақсатқа ұмтылуға жетелеймін. Оқушы үшін білім алатын орта қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, оған өзінің біліміне деген жауапкершілігін көрсету, өзін өзі бағалау, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, алған білімін күнделікті өмірде қажеттілігіне жаратуды түсіндіру менің басты мақсатым десек те артық емес. Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, тіл үйренуге деген ынтасын арттыру үшін жаңа технологияларды қолдана отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін.